Кайырлы күн. Электронды өтүнүм берүүнүн видео нускасы кечээги жәрдемакыга байланыштуу. Приложение 3 деген приложение бар, интернеттен тауып караңыздар. Сону биринчи өтүнүм берместен бурун сону толтуруп аласыздар. Жалпы өтүнүм берүү үчүн сиздерден кереги эч кайда баруудун кажети жок. Интернетке косулган компьютериңиз немесе ноутбугуңуз болса болду. Және ETSP килтиңиз арине болса, сол аркылуу өтүнүм бере аласыз өзүңүз үйдө отуруп. Осы приложение 3-тү интернеттен тауып өзүңүздүн Word'ка бир жерге сактап, одан кийин өзүңүз тууралуу толтурасыз. Жогору жагына IP болсаңыз IP, ТО болсаңыз ТО, мекен жайыңызды, ийиниңизди, бийиниңизди, адресиңизди, телефонуңузду көрсөтүп, жогору жагын осылай толтурасыз. Төменги жагында таблицада кимдерге байланыштуу осы жәрдемакыны алгыңыз келеді, соны толтурасыз. Эгерде ИПшник өзүңүз боюнча да алгыңыз келетін болса, онда биринчи өзүңүздөн баштап жазасыз. Мисалы Ахметов Ахмет Ахметович деп жаздым. Экинчи тууган күнү, ийини, банкте, кай банкте счету бар, банктик номери, банктик счету, яғни карт счеттун айбын жаңагы несі, айбын счету, ол жаңа өзүңүздүн приложениеңиз аркылуу көрсөңүз болот. Реквизиты деген ишине кирсеңиз 20 орындык сан KZ деп басталады. Ары карай номер телефону жазасыз. Период кай кезден баштап кай кезге чейин отпуск без сохранения заработной платыга чыктыңыз. Сону көрсөтөсүз. Эми бизде 16 марттан башталды төтенче жагдай, яғни 16 марттан бастап өзүңүз эми таңдасаңыз болот. 1 айма, 2 айма, 3 айма, канча убакытка кәсібіңіз тоқтайды, қанша уақыт табыс таппайын деп тұрсыз, примерно алдын ала толтырасыз. Бірақ бір нәрсе айта кететін жағдай, сіз егерде осынша уақытта мен табыс таппадым деп, бірақ бұл аралықта сізге счетыңызға ақша түсіп, болмаса кассовый аппарат арқылы фискальный чек ұрып қалатын болсаңыз, онда мемлекет сізге жаңағы тағайындаған 42.500 теңгені қайттан артқа талап етеді. Неге? Өйткені сіз табыс тауып жатқаныңызды мемлекет көріп отыр. Сондықтан бұл аралықта сіздің ИПшник болса, счетыңызға ақша түспеу керек, фискальный аппарат арқылы ешқандай чек ұрмау керексіз. Жеке тұлғаларға байланысты олардың счеттарына пенсионный аударымдар аударылмау керек, әлеуметтік қорларға ешқандай ақша аударылмау керек. Сонда жұмыссыз қалғандығын дәлелдейді. Егерде ондай болмаған жағдайда ол азаматтардан 42.500 теңгені қайттан артқа талап етеді. Өйткені неге? Өйткені ол адамның табысы бар деген сөз. Соңғы столбец мынау сіз туралы мәліметті жинауға, сұратуға барлық мемлекеттік органдарға сіз өзіңіздің рұқсатыңызды беретініңіз жайлы келісіміңіз. Яғни бұны мынаның барлығын толтырып болғаннан кейін, қанша адам бәрін біткеннен кейін шығарып аласыздар да, әр адам өзінің тұсына өз қолын қойып шығады. Мына жерге қол қойылып болғаннан кейін ең соңында руководитель организации деген жерге, ТО болса ТОның руководителі қол қояды, директоры, ИПшник болатын болса, ИПшник өзі қол қояды. Төменгі жағына печать болса, печать соғылады, ТОларда ол міндетті түрде бар. Ал жеке кәсіпкерлерде печать болса қояды, болмаса қоймайды. Сол арқылы мына списокты жақсылап суретке түсіріп, болмаса сканировать етіп, компьютеріңіздің рабочий столына бір жерге сақтап қойыңыз. Енді өтінім берудің өзіне қарай кеттік. Өтінім беру қалай жүзеге асады? Мен сіздерге басынан бастап көрсетіп жіберейін. Бірінші кіру. Кіру деген нені басасыз? Сіздерде басында орыс тілінде тұруы мүмкін, қазақ тіліне аударғыңыз келсе, мына KZ деген жерді бассаңыз, қазақ тілінен аударады. Кіруді бассаңыз, мына ECQ деген бар, электрондық цифрлық қол. Сертификатты таңдау. Таңдау деген жерде өзіңіздің ECP кілтіңізді таңдайсыз. Мен қазір сіздерге көрсетейін, менікі ECP деп тұр. Кіретін кезде бірінші кілтті таңдайсыздар, ал өтінімді жіберетін кезде мына екінші кілтті таңдайсыздар. Сондықтан міне қазір кіретін жүйеге кіреміз, қазір бірінші кілтті таңдаймыз. Пароліңізді тересіз. Подписать. Осы арқылы егов порталына кірдіңіз. Енді мына жерде өзіңіздің аты жөніңіздің қасында не тұр, үшбұрыш тұр. Соған бассаңыз электрондық өтініштер деген бар. Соған кіресіздер. Онлайн сұрау деген бар. Осы сарыға басасыздар, онлайн сұрайсыздар. Келесі құруды басасыздар. Таныстымға басасыздар. ИПшниктер болатын болса, мына жерге аты жөні толық шығады. ТО болса, ТОның данылары шығады. Өзі өйткені тіркеліп тұр ғой бұл жерде барлығы. Ары қарай email, мына жерде электронды адрестарыңызды көрсетесіздер. Пошталық адрестарыңызды жазасыздар, қай жерде Алматы қаласы,
болмаса қай жер жауын жазасыздар, телефоныңызды жазасыздар. Қызметті таңдайтын жерге кіресіздер да қызметкерлерге, жеке кәсіпкерлерге, жеке практикамен айналысатын адамдарға әлеуметтік төлемдер тағайындау. Яғни осы түрді таңдайсыздар. Ары қарай өтініштің үлгісін мына жерден көре аласыз дейді. Яғни бағанағы списокпен қоса енді өтінім бересіз. Ол жаңа жерге басқан кезде мынандай сіздерде мынандай бет ашылады. Құжаттың толық мәтіні дегенге өтесіздер да жүктеу дейсіздер. Яғни құжатты жүктеп аласыздар. Одан кейін ол құжат мынандай болып жүктелінеді. Қазір мен көрсетемін. Так, міне форма. Мынандай болып нетеді. Форманы өзіңіз бойынша толтырасыз. Қалаңыз, өзіңіздің атыңыз, бұл жерден бәрі түсінікті. Адресіңіз, email адресіңіз, бұл жерде email деген жаңа почтаңыз, электронды почтаңыз, телефоныңыз, барлығын жазасыз. Прошу вас рассмотреть, бәрі іштен көзілмейді қалады. Перечень документов, приложенных к заявлению деген жерде, бұл жерде тек қана список дейсіз. Басқа ештеңе қосып жатқан жоқсыз ғой. Список деп жазасыз. Так, бұл жерде мынандай ескертулер бар, бір оқып жібересіз. Шығарасыз, қолыңызды қоясыз, печатіңізді соғасыз да, бұны да сканировать етіп, болмаса суретке түсіріп, бағанағы список тұрған жерге бұны да сақтап қоясыз. Ары қарай кеттік. Енді жаңағы өтінімге қайттан ораламыз. Аймақ, өзіңіздің аймағыңызды таңдайсыз. Мен Алматы қаласы маңызы бар, Алматы республикалық маңызы бар қала. Яғни Алматы қаласын таңдадым. Қабылдаушы, ары қарай қабылдаушы кім деп жерге басқан кезде Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасы, соған басасыз. Ары қарай қысқаша мазмұны, не туралы өтінім беріп жатсыз? Сізден төтенше жағдайға кезінде қызметті шектеуге байланысты, кірістің жоғалуына байланысты әлеуметтік қолдау көрсету мәселесін қарастыруыңызды сұраймын деп мына жерге жазыңыз. Осы жерге қысқаша мәтіні сол. Ары қарай выберите файл деген жерге енді мына жерге выбрать файл дейсіздер да, ссылка арқылы бағанағы өзіңіздің рабочий столда бағанағы өзіңіз сақтап қойған списогыңызды бірінші тересіз. Екінші выбрать файл дейсіздер да, қайтадан кіріп бағанағы заявленияңызды, сақтап қойған заявленияңызды тересіз. Сол арқылы екі документті мынаған прикреплять етесіз. Мен просто қайтадан заявление берейін десем, мен заявление беріп тастағам, сондықтан қайта ары қарай өте алмай тұрмын да, тересіз. Одан кейін екеуін таңдағаннан кейін мына жерге жіберу деген батырманы басасыз. Жіберу деген батырманы басқан кезде сізден электронды цифровой қол сұрайды. Сұраған кезде бағанағы екі кілт бар ғой, бағана кірген кезде біреуін тердіңіздер. Енді жіберетін кезде екіншісін тересіздер да, пароліңізді тересіз. Сол арқылы сіз бұл өтінімді жіберген болып есептелінесіз. Яғни сонымен сіздің өтініміңіз жіберіледі сонымен. Назарларыңызға рахмет. Жалпы айтайын дегенім осы. Жалпы бұл өтінімді ТО-лар да, ИП-лар да, жаңағы өз-өзімен жаңағы бейресми жұмыс істейтіндер де барлығы осы өтінімді береді. Өтінімнің құрылымы осы. Басқа ешқандай өтінім жоқ. Қайттан қайталап айтам, өтінім беру үшін ешқайда барудың, біреудің есігін жағалаудың ешқандай қажет жоқ. Ноутбугыңыз, интернетіңіз болса, электронды цифрлық қолыңыз болса болды, тапсырасыздар. Енді көп адамдарда электрондық цифрлық қол болмауы мүмкін. Ондай жағдайда мен қалай электронды цифрлық қолды үйде отырып алу жайындағы нұсқаулықты бөлек түсіретін боламын. Видео сіздерге өте жаңағы пайдалы болды деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.